Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі. Яғни ұлттық статистика бюросы жыл 12 ай елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты барлық мәліметтерді саралап жинақтап отырады. Өткен аптада 2024 жылдың 3-ші тоқсанының мәліметтері жарияланды. Сол жерде республика бойынша орташа жалақы төмендеп 390 мың теңгеге түсіп қалғандығы мәлім болды. Дәлірек айтсақ, 390 328 теңге. Иә, қате естіген жоқсыз, төмендеген. Сонда бұрын қанша болған? Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сенсек, 2-ші тоқсанда Қазақстандағы орташа жалақы 403 251 теңге болған екен. Жалпы орташа жалақы туралы айтқанда бірден пікір туындайды. Ондай ақшаны кім алып жүр? Бәрі өтірік жалған есептеп жұрт уәж айтып жатады. Расымен кімнің айлығы қанша? Өңірлердегі орташа жалақы қандай? Жалпы статистиканың сыртында халықтың шынайы табысы қандай деген сұрақтарға жауап іздейік. Егер жаңағы 390 мың деп көрсетілетін статистика дұрыс болмаса, неге екенде білуге тырысып көрейік. Ал сіздер, құрметті көрермен, білген дұрыс арнасына жазылмаған болсаңыздар, жазылып, тіркеліп, пікір қалдырып, белсенділік таныта отырыңыздар, лайктарыңызды да аямаңыздар. Біз жалғастырайық. Орташа жалақы дегеніміз не? Википедиядан сұрасақ, орташа жалақы кәсіпорынның, фирманың, ұйымның, мекеменің, саланың немесе жалпы халық шаруашылығының бір қызметкеріне тиесілі жалақының мөлшерін сипаттайтын көрсеткіш. Бір айға 90-ға жылға шағып айқындалады деп жауап береді. Ұлттық статистика бюросының сайтына кірсеңіз, орташа айлық атаулы жалақы бұл орташа есеппен бір қызметкерге немесе жұмыс істеген уақыт бірлігіне есептелген ақша бірлігінде көрсетілген жалақы делінеді. Орташа айлық атаулы жалақы есептелген жалақы қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына бөлу арқылы есептеледі деп мынадай формуланы ұсынады. Маман болмасаңыз түсінбейсіз әрине. Ал біздің бүгінгі қозғайын деп отырғанымыз әлеуметтік тұрғыдан алғандағы орташа жалақы. Қарапайым арифметика. Сәкеннің жалақысы 800 мың, Серіктің алатыны 200 мың. Екеуін қосып, айырмасын шығара салғанда, екеуі де 500 мыңнан табыс табатын болып шыға келеді. Жалпы бұлай есептеу дұрыс па? Біз белгілі экономист Бауыржан Ысқақпен байланысқа шығып, осыны сұрап алсақ. Бауыржан, ассалаумағалейкум, кеш жарық. Енді жаңа айтып жатырмыз, еліміздегі орташа жалақы осы 3-ші тоқсанда 390 мың 328 теңге деп көрсетілген. Бұл цифра біздегі елдегі халықтың тым құрмағанда жартысының шынайы табысын көрсете ме? Медиандық жалақы деген бар, яғни ең жоғарғы жалақы алатындар мен ең төменгі жалақы алатындардың санын сол жаңағы табысқа бөле салады. Яғни бізде бар 1,5-2 миллион 3 миллион теңге алатын, яғни 1,5-2% болсын, сондай азаматтардың саны бар, бірақ та олардың арасындағы байланыспен ең төменгі жалақы 85 мың, 90-95 мың алатындардың арасындағы жағдаймен ешқандай да қисынға келіңкіремейді. Ал біздегі қазіргі 390 мың дегеніміз осы қосындылардың орташа есеппен жаңағы осы жалақы алатындардың саны қоса салуында. Бұл Бауыржан Ысқақ мырзаның субъективті пікір деп ұғып қалмауымыз үшін дәл осы сұрақты алматылық экономист Мақсат Халық мырзаға да қойдық. Ең қызығы бізде шенділер осы орташа жалақыны бүкіл елдің табысы өсіп жатқандай көрсетеді. 390 мың теңге жетті деп. Ал енді ауылдық жерде түсінікті ешкімде ондай жалақы жоқ. Қайықтағы орташа жалақы сондай деп бәрі-біріне қарап күліп отыратыны бар. Сондықтан да ол түсінікті жағдай. Нарықта кейбір адамдар миллион теңге, 2 миллион теңге алады, ал кейбір адамдар 100 мың теңге, 85 мың теңге айлық алуы мүмкін. Бәрін қосып орташасын шығарған кезде 390 мың теңге шығып тұр еліміз бойынша. Мен экономист болғаннан кейін бұл статистикалық мән, статистикалық көрсеткіш, оны ешқандай халыққа қарата айтпайтын сандар екенін білем. Қайта керісінше ол шенділердің өзіне керек сандар. Олар осы сандар арқылы еліміздегі ең төменгі жалақыны есептеп шығара алады. Ең төменгі жалақыны әлемдік стандарттар бойынша есептеу әдістемесі бар. Сол жерде осы орташа жалақының кемі 3-тен 1 бөлігін құрауы керек. Екі сарапшының орташа жалақы туралы берген түсініктемелерінен анық бір жайды ұғамыз, иә? Орташа жалақы деген бір адам табатын табыс емес. Бұл сандарды олай-бұлай сапыра салған дүние. Яғни статистика халықтың шынайы табысын көрсетіп отырған жоқ деген сөз. Осы жерде тағы бір қызықты мәселе бар. Егер орташа жалақының 3-тен 1 бөлігі ең төменгі жалақы ретінде белгіленуі тиіс болса, 390 мыңның 3-тен 1 бөлігі 130 мың ғой.
Онда біздегі ең төменгі жалақы атасының басына 85 мың теңге ме деген сұрақ туындайды. Әлемде мынау индекс Кейтса деген жақсы бір осы жалақыны есептеу әдісі бар. Сол жерде мынау ең төменгі жалақы мен медиандық жалақының арасындағы байланысы. Мысалға әлемнің жаңағы Европа мемлекеттерінде оның көрсеткіші 69%-ды құрайды. Мына Португалия тағы да басқа мемлекеттерде 62%-ды құрайды. Яғни оның орташа ең төменгі шегі 50%-дан аспауы керек, төмендемеу керек. Ал Қазақстандағы көрсеткіш 29% екен. Міне осы бір көрсеткіштің өзі ақ жалпы біздегі осы еңбекақының орташа жалақысын есептеудегі мынау қолданылатын тәсілдердің негізсіз болуына себеп болады. Яғни елдің төлем қабілетінің төмендеуіне, халықтың жаппай кедейшілікке ұрынуына алып келмей ме деген сұрақ туындайды. Бірақ бұл онсыз да белгілі жағдай ғой. Халықтың жартысынан көбі кедейшілік шегінде өмір сүреді. Қазақстанда елдің қанша бөлігі кедей? Жалпы кедейшілікті анықтайтын анық қандай өлшемдері бар? Оған сәл айналып келеміз. Енді мынандай бір жайтқа тоқталсақ, сол ресми статистикадағы орташа жалақының өзі осы 3-ші тоқсанда еліміздің бір қатарлы өңірлерінде айтарлықтай төмендеген екен. Мөлшері ең көп төмендеген өңірлерге тоқталатын болсақ, ол Түркістан облысы 17%-ға кеміп, қазір 266.590 теңгені құрап отыр екен. Жамбыл облысында ол 13.3%-ға төмендеп кеткен, 279.645 теңге. Қызылорда облысында 10%-ға жуық төмендеген, 325 мың теңгеден асады. Ал Алматы облысында 9.2%-ға төмендеп, 308.314 теңгені құраған. Орташа жалақы мөлшері өскен өңірлерге келетін болсақ, Қостанай облысында ол 0.2%-ға өсіп, 338.166 теңгені құраған. Атырау облысында 6.13%-ға өсіп, 630.894 теңге болған екен. Атырау облысы бірден көзге түседі. Мұнайлы өңірде орташа жалақы 630 мың теңгеден асып отырғанын көріп отырмыз. Атыраулық ағайын, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздердің табыстарыңыз қанша? Енді мына кестеге назар аударайық. Халықаралық тәуелсіз numbeo.com талдау орталығы жыл сайынғы әлем елдері тұрғындарының өмір сүру деңгейі көрсеткішін шығарып отырады. Бұл рейтинг 83 мемлекетті саралаған. Қазақстан сол 83 елдің ішінде өмір сүру деңгейі жөнінен биыл 72-ші орында деп көрсетілген. Бұл рейтингке сәйкес халқының өмір сүру деңгейі ең жоғары 3 мемлекет өздеріңіз көріп тұрғандай: Люксембург, Нидерланд және Дания. Көрші Ресей 65-ші, ал қазір экономикасының даму жөнінен бет қаратпай келе жатқан Қытайдың өзі 59-ші орында. Айта кету керек, бұл рейтинг сауалнама негізінде түзіледі, демек 100% халықтың пікірін қамти алмайды. Десе де, сұралғандардың 50%-дан астамы еліміздегі экономиканың дамуы қалыпты, ертеңгі күнге сенім бар деп жауап берсе, 49%-ы экономикалық ахуал өте нашар депті. Ал сұралғандардың жалпы 86%-дан астамы табысының бір бөлігін жырымдап ақша жинау мүмкін емес деген екен. Мәселен, қазіргі таңда көбіміз расында да тапқан табысымыздан 100-200 мың теңгені алып қалып, ақша жинай алмаймыз. Енді еліміздің халқы қаншалықты жақсы тұрады немесе кедейшілік шегінде деген сұраққа келейік. Оны айқындаудың әлеуметтік болмаса ғылыми өлшемдері бар. Еліміздегі Энгель заңына сүйенетін болсақ, табысының 50%-нан астам бөлігін азық-түлікке жұмсайтын халық кедей халық деп табылады. Бізде ол көрсеткіш 50-60%-ға жетіп қалды. Мінекей Ұлттық банктың есептемелерінде азық-түлікке біздің азаматтарымыз орташа есеппен 60%-ға жуық жұмсайды. Ол деген сөз біздің азаматтарымыздың негізінен дені көпшілігі кедейшілік деңгейінде өмір сүреді дегенін айғақтайды. Өкінішке қарай бұны ашық үкімет мойындамайды, себебі егер мойындаса, онда өздерін әлсіз көрсеткендей болып көрінеді, болмаса жұмыс бітірмей жатыр деп сынның астында қаламыз деп қорқады. Бәлкім осындай себептермен олар мойындағысы келмейді. Дәл осы сұрақты біз астаналық экономист Бауыржан Ысқаққа да қойдық. Дәл қазіргі уақыттағы мынау халықтың несиеге 85-90%-ға дейінгі халықтың, еңбекке жарамды халықтың кіріп кетуімен ақ бағамдауға болады. Яғни біздегі еңбекке жарамды азаматтар алатын болса, соның кем деген кезде 70%-ның жағдайы өте мүшкіл. Яғни мынау орташа жалақы емес, төменгі жалақының маңайындағылардың мөлшерін біз 85-90, 100 мыңның арасындағы жалақы алатындардың үлесін біз 70%-ға дейін қорықпай көрсетуімізге болады. Шындықтан да биік тұратын объективті өлшем бар, ол ақиқат. Шындық әр адамда әр қалай. Ақиқат өзгермейді және ол ортақ. Қазіргі реалий ғой былайша айтқанда. Еліміздегі халықтың жағдайы, экономиканың әлеуеті хақындағы ақиқатқа көз салсақ. Иә, халық кедей, бірақ үкіметте мә ала қойыңдар деп бере қоятын ақшасы да жоқ. Біздің жалпы ішкі өнім $262 миллиард ғана.
Яғни ол елде өндірілген тауар, қызмет, сатудан түскен пайда барлығының жиынтық ақшасы. Қарапайым тілмен айтсақ, Қазақстан мемлекетінің жылдық табысы 262 миллиард доллар десек болады. Бұл әлемдегі 9-шы территориясы бар елді бақуатты етіп асырауға жете ме? Әрине жетпейді. Тіпті жемқорлық азайып кетсе де жетпейді. Президенттің ел экономикасын 2 еселеуіміз керек дегенде сол ғой. 2029 жылы жалпы ішкі өнім 500 миллиард доллардан асуы керек. Бәлки сол кезде ғана қазіргі шығыс Еуропа мемлекеттерінің деңгейінде өмір сүру туралы ойлай бастаймыз. Бірақ бұл риторика әзірге ақша жоқ. Еш жиғанша шыдай тұрыңдар деген сияқты естіледі екен. 30 жылда еш жия алмағанбыз ба деген сұрақтың жауабы да осы. Аяққа әлі тұра алған жоқпыз. Бар байлықты иемденіп отырған азшылық пен кедей көпшілік тұрғанда еш жидық деп айту өзіңе қастық ойлауға барабар ғой әрберден соң. Бауыржан Ысқақтың айтуынша елде шағын және орта бизнестің үлесі әлі төмен, айлығы 500 мыңнан жоғары орта тапқа жататын халықтың үлесі 10%. Орта тап өсіп бизнестің саны көбейгенде ғана кедейшіліктен шығамыз дейді. Бұл енді біз неге кедейміз, неге арабтар сияқты балқып шалқып өмір сүрмейміз деген жеке тақырыпқа сұранып тұрған әңгіме. Бірден айтайын, біз ешқашан арабтар сияқты бай тұрмаймыз. Егер қажет деп тапсаңыздар, ол туралы да тақырып шығаруға болады. Қазір жасыратын жоқ, еліміздің бюджетіндегі жағдай мәз емес. Қазына салықтан, мұнай және басқа да қазба байлықтарды сатудан, сондай-ақ өзге де төлемдер есебінен қалыптасады. Негізгісі салық болуға тиіс. Бізде 60% ғана түсімдер салықтан құралады. 10% төлемдер, қалған 30% жыртықты ұлттық қордан алатын ақшамен жауып отыр дейді экономист. Халықтың орташа жалақысын нақты көрсеткішін көтеру үшін біз ұлттық қордан қаражат аудару арқылы бюджеттің дефицитін жабу емес, керісінше салық салынатын базаны арттыру, яғни жұмыс күштерін көбейту, қазақстандық дайын өнім шығаратын кәсіпорындарды нақты қолға қоятын болсақ, онда жаңағы орташа жалақының да реті келеді, және де 700 мыңға дейін жалақы алатын, 500 мен 700 мыңның арасында жалақы алатын азаматтардың да саны ол автоматты түрде көтеріледі. Мақсат халықтың пікірінше орташа жалақы көрсеткіші өскен сайын жаңағы 3/4 бөлігі қағидасымен алатын болсақ, халық ең төменгі жалақыны 85 мың емес, 130-150 мың теңге көлемінде талап етуге мүмкіндік бар. Ал егер жалаң статистика жалған ұрандармен жүре беретін болсақ, негативті жағдай, қиын салдар туындауы мүмкін. Оның негативті сценарийі ол бүгінде уже көрініп тұр, халықтың үкіметке деген сенімі жоқ. Сенім индексі бүгінгі таңда өте төмен. Бұл нәрсе бей-жай қарайтын мәселе емес. Оған жүйелі түрде қарау керек. Үкімет нақты өзінің қателік жерлерін мойындау керек, халықпен барынша коммуникацияға түсу керек. Ақиқат мойындалғанда ғана алдыға қадам жасалынып, келеңсіздікті еңсеруге жол ашылады. Кемшіліктің бәрін елді 30 жыл тонаған ескі жүйеге жаба бермей, жаңаша әрекет жасау керек дегенге саяды бұл айтылғандар. Сөз соңында қысқаша мәлімет бере кетейін. Осы 3-ші тоқсанда елімізде ең көп жалақы төленген сала мұнай-газ секторы 1,4 миллион асады. Екінші жалақысы көп сектор бұл табак өнімдері. Мұндағы жоғары жалақы 1,3 миллионның үстінде. Үшінші көп жалақы тау-кен өнеркәсібінде 850 мың теңгеден асады. Мұны да біліп жүрейік. Бүгінге осы, ағайын, әдеттегідей пікір жазыңыздар, лайықтап, лайктарыңызды басып қалдырыңыздар. Жалақымыз көп болсын.